Сіздермен ауылдағы гараж көптен күткен приораны бітірдік. Барынша түзеп, барынша келтіріп шығардық. Капоттың жағдайы білесіздер қалай болып тұрған. Бампер, аяқтағы крило вообще жаман болып жатқан. Бәрі бұйырса әдемі келді деп ойлаймын. Тырысып осыған дейін сонша уақыт бекер кеткен жоқ деп ойлаймын. Краш шашатын кезде кішкене қорқыныш болды. Өйткені 1,5 айдай болған екен краш шашпағаныма. Осы машинаны сосын Audиді шпаклевка жақтық, тоқпақтадық, сөйтіп біраз уақыт жүріп қалдық. Күнде краш шашып тұрмағасын кішкене ұмытып қаласың. Екіншіден күнде қатты ыстық болды. Үшіншіден серебристый металлик, бұл сәл қиындау краска. Барынша тырыстым, бірақ та сәл туман қалды капотта. Кішкене полоска да бар. Енді бұдан артық болмады, короче. Мына жақтары да цветте де кішкене разница бар, енді қатты емес. Несін жағдайында білесіздер қалай отқан. Барынша бұл да келді. Сосын мына жақта не бар? Мына жақта айтпақшы. Мына жер кіріп кеткен болатын. Бұнда кішкене шығардық, краскасын кетірмейін деп. Мына жерде бір саусақ сиятындай ашық тұрған. Мына фара шығып тұрған сыртқа қарай. Бұл жайлы видео 15.04, қателеспесем сода толықтай көрсетілген. Мына жабылмайтын еді, қазір жабық тұр, қазір ашып көрсетемін. Мына жағы да сондай болатын. Мына бампер сыртқа шығып, мынау да шығып, мына ішке кіріп атқан болатын. Барынша келтірдік. Багажник аштым, қазір міне қиналмай жабылатын болды. Алдын барып кеп тұра беретін. Сөйтсек мына жағы кәдімгідей кірген екен, біраз артқа қарай шығардық. Қазір енді жабылып тұр. Болды, ашылмай тұр. Жақсы болды деп ойлаймын. Енді мына жағында мына крилоны көрсетейін. Мына жағында крило вообще теп-тегіс қағаздай болып жатқан. Шоқтарында барынша келтірдік. Бамперінде жер вообще жоқ болатын. Дөңгелектің де тұрысы мына жағындағы ашығы мен ана жағы бірдей. Барынша тырыстық, әдемілеп шығаруға. Соған жараса шықты деп ойлаймын. Енді кішкене тұман бар, сол ғана кішкене көңілді толтырмай тұр. Басқа жақтары вроде нормальный сияқты. Осымен бүгінге аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.